алдымен балалар сәлемдесіп алайық. Кәне орнымыздан тұрайық. Жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біздің оқу қызметіміз күндегідей жай оқу қызметі емес. Ерекше болғалы тұр. Балалар, сендердің көңіл күйлерің қалай? Жарайсыңдар. Кәні барлығымыз көзімізді жұмайықшы. Ал көзімізді ашайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мені танисыңдар ма? Мен жайлы не білесіңдер? От жайлы не білеміз? Кім айтады, кәнекей? Қол көтеріп айтамыз. Мұстафа айта ғой. От бізге жыла береді, от бізге жарық береді, отқа тамақ пісіреміз. Адамдар орманда адасып қалса, таяқтар жинап, адамдар от жағып отырады. Жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Сендер от жайлы біледі екенсіңдер, е? Балалар, ендеше бүгінгі экология негіздері оқу қызметі тақырыбында оттың пайдасымен және зияны жайында және өрт кезіндегі қауіпсіздік ережелері жайында әңгімелейтін боламыз. Ендеше балалар, ең алдымен екі топқа бірігіп алайық. Кәнекей, ендеше барлығымыз ортаға шығайық. Балалар, біз қазір екі топқа бірігеміз. Топқа балалар бейдждер арқылы бірігеміз. Мынау қандай сурет? Мына бейджде ненің суреті? Қандай машина? Өрт сөндіретін машина. Ал мына суретте? Өрт сөндірушінің суреті екене жарайды. Ал бүгін кезекші бізде кім? Мұстафа, кәнекей тарата ғой. Балалар, мен сендермен қазір сәйкестендір деген ойын ойнағым келіп тұр. Ойынның шарты, бұл тапсырма балалар, жұптық тапсырма. Алдарыңа парақша беріледі. Екі балаға ортақ тапсырма. Парақтың бір жағына қызыл дөңгелекшелер белгіленген, екінші жағына жасыл дөңгелекшелер белгіленген. Жасыл дөңгелекшелер белгіленген жағына оттың пайдасын білдіретін суреттерді, карточкалерді, ал қызыл дөңгелекше белгіленген жағына оттың зиянын білдіретін карточкалерді қойып шығамыз. Тапсырма түсінікті ме, балалар? Ендеше мен сендерге алдарыңа тапсырманы қойып шығайын. тобынан өзінің жасаған, орындаған тапсырмасын кім айтып береді екен, кәнекей? Кім әңгімелейді? Жарайды. Раяна, тұра ғой, әңгімеле. Орыннан тұра ғой. Мен оттың білдіретін пайдасын білдіретін суреттерді қойдым. Кәуап пісірушін от қажетке. Зымырат аспанға суырсын от қажет. Бізді жылыту үшін от қажет. Тамақ істеу үшін от қажет.
Тағы. Орманда тас қалмау үшін таяқтан жинап от жағу керек екен. Себет өсіріп қалғанда полосамен жағып отты столға қою керек екен. Жарайсың, Раяна, отыра ғой. Ал оттың зияны жайлы суреттерді кім қойды? Кім айтады? Айбиба айта ғой. Мен оттың зиянын білдіретін карточкалерді қойып шықтым. Мен онда ағаштың орманда отты жағуға болмайды. Үйдің ішінде от жағуға болмайды. Не болып кетуі мүмкін? Үй өртеніп кетуі мүмкін. Тағы. Көлік өртенсе, көлігіміз болмай қалады. Аяру, оттың зиянын білдіретін суреттерді кәнекей қойып шығыпсың. Енді кәні айта қойшы, қандай суреттерді қойып шықтың? Үйде өрт жағуға болмайды. Өртті жақса, өрт болу мүмкіні көрсетілген. Тағы. Ал мына жерде ағаштарды өртеуге болмайды. Өтекті қараусыз қосып қоюға болмайды. Не шығуы мүмкін? Өрт шығуы мүмкін. Тағы. Машинамыз өрттенсе, машинамыз болмай қалады. Жарайсың, Аяру, отыра ғой. Ал келесі топтан оттың зиянын білдіретін суреттерді кім қойып шықты екен? Кім айтады? Айым, айта ғой. Мен оттың зиянын білдіретін карточкалерді қойып шықтым. Онда мен үйдің өртеніп жатқанын, көліктің өртеніп жатқанын, газ плитасының өртеніп жатқанын, орманда талдың өртеніп жатқанын, суреттері бейнеленген карточканы қойып шықтым. От бізге өте зиян. Жарайсың, Айым, отыра ғой. Ал оттың пайдасына байланысты суреттерді кім қойып шықты екен? Өрт сөндіретін машина тобынан кім айтады екен кәнекей? Кім айтады? Айта ғой, Ишанбек. От болмаса, біз тамақ пісіре алмаймыз. От болмаса, біз жылынамаймыз. От болмаса, зымыран ұшпайды. Орманда адасып қалса, таяқтарды ортаға жинап, от жағамыз. Тағы. Маңе, оны айтты. Үйімізде свет өшіп қалса, балауыз жағамыз. Балауыз шамды, е? Тағы бір суретің. Айта ғой. От болмаса, тамақ пісіре алмаймыз. Жарайсың. Оттың бізге пайдасы көп пе екен? Ишанбек? Пайдасы көп пе екен? От бізге пайдалы. Жарайсың. Отыра ғой. Қане балалар? Екеуі ара кәнекей жұмыстарымызды бағалайықшы. Балалар, мен сендердің оттың зияны мен пайдасын қаншалықты түсінгендеріңді білгім келіп тұр. Ол үшін мен алдарыңа мына тақтаны қойдым. Бұл тақтада бағдаршам түсі бойынша жолақтар қойылған. Жолақтарға қалташалар, мінекей көріп тұрсыңдар, е? Әрқайсың өздеріңе ұнаған бір карточкалеріңді алып келіп, осы қалташаға саласыңдар. Енді бұл бағдаршамның сары түсінде осы оттың зияны мен пайдасын ең керемет түсіндім деген балалар сары түске салады, ең жоғарғы тұрған. Ал жақсы түсіндім деген балалар қызыл түске орналастырады. Ал әлі де мен яғни толық түсінген жоқпын, маған көмек керек деген балалар төменгі жасыл жолаққа орналастырады. Ал балалар карточкалеріңді әкеліп жолақтарға орналастыра қойыңдар. Балалар көбісің осы оттың пайдасы мен зиянын өте керемет түсінген екенсіңдер. Мына қараңдаршы, жоғарғы жолақта көп текшелер қойып шығыпсыңдар. Ал жақсы дегенге 4 бала, толық түсінбеген бала жоқ екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, кәні барлығымыз. Енді балалар, мен сендермен
буклет жаса ойынын ойнағым келіп отыр. Ойынның шарты екі топқа мынандай парақшалар және түрлі түсті баулар беріледі. Содан буклет жасаймыз. Және өрт сөндірушілер тобы буклетке өрт сөндірушіге қажетті құралдар мен қауіпсіздік ережелері суреттерін жапсырып, топ жетекшісі әңгімелейді. Ал өрт сөндіретін машина тобының тапсырмасы өртке шығуына себепкер болған заттардың суретін және өрттен сақтанудың реттілігінің суреттерін жапсырып шығып, сол топтың спикері әңгімелейді. Ең алдымен топ жетекшілерін сайлап алайық, иә? Өрт сөндіруші топтан мен Аяруды топ жетекшісі етіп сайлағым келіп тұр. Ал өрт сөндіретін машина тобынан Мақсатты топ жетекшісі етіп сайлағым келіп тұр. Тапсырма түсінікті ме, балалар? Және топ жетекшілері өздерінің жасаған буклеттерін келесі топқа өрт сөндірушілер тобының жетекшісі Аяру өрт сөндіретін машина тобына таныстырады өздерінің жұмыстарын. Ал өрт сөндіретін машина тобының топ жетекшісі Мақсат өздерінің жасаған жұмыстарын өрт сөндіруші тобына таныстырады. Ал балалар, екі топта жұмыс жасап болдық па? Өрт сөндірушілер тобының топ жетекшісі Аяру, буклетіңді жинай қой. Машина тобының топ жетекшісі Мақсат, буклетіңді жинай қой. Келесі топқа барып таныстырамыз. Аяру, келесі топқа таныстырасың, алып келе ғой жұмысыңды. Топ парақшаларды болу арқылы жалғап буклет жазады. Біз ең алдымен буклеттің бірінші бетіне өрттің шығу себепкер болатын заттарды жапсырдық. Оған сіріңке, жанар жағармай, жарылғыш заттар, бензин оттары, бақылаусыз қалған электр құралдары, үтік, шәйнек, шаш кептіргіш жатады. Келесі бетке өрт кезінде сақтанудың реттілігін білдіретін суретті жапсырып шықтық. Өрт болған жағдайда ең алдымен 101-ге телефон шалып, өзіміздің аты-жөнімізді, мекен-жайымызды айтуымыз керек. Өрт болған жағдайда тығылып отыра бермей, мұрынды ылғал шүберекпен басып, тез сыртқа шыққан соң көршілерден көмек сұрау керек. Деп біз бұл суретті келесі бетке жабыстырдық. Жарайсың, Мақсат. Балалар, Мақсаттың айтқаны келесі топтың жасаған жұмысы ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар. Аяру айта ғой. Біз өрт сөндірушілер тобы парақшалардан бауларды өткізу арқылы буклет жасадық. Буклетте өрт сөндірушінің қажетті құралдар мен қажетті заттарын жапсырдық. Бірінші бетке құм салатын шелек, күрек, ауа қысымы толтырылған өрт сөндіргіш құрал, шатты, өрт сөндіргіштің бас киімі, балта,
және балта жапсырдық. Жарайсың. Келесі бетте балаларға шырпыны ұстауға болмайтынын көрсетілген. Өрт кезіндегі қауіпсіздік ережелерін суретке жапсырдық. Балаларға шырпыны ұстауға болмайтынын, шырпыны ұстаса өрт болу мүмкіні көрсетілген. Келесі бетте текті қараусыз қалдыруға болмайды. Газ плитасының үстіне ойыншық тастауға болмайды. Сырса жанында мерекелік от шашуын жағуға болмайды. Өрттен сақ болып жүруіміз керек. Өрт адам өміріне өте қауіпті. Жарайсың, Аяру. Балалар, өрт сөндіруші тобының жұмысы сендерге ұнады ма? Жасаған буклеті. Жарайсыңдар. Аяру, орныңа бара ғой. Мақсат келе ғой орныңа. Балалар, сендер жақсы жұмыс жасадыңдар. Балалар, сендер тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Ал енді балалар, ойын ойнағымыз келе ма? Ендеше бәріміз ортаға шығайық. Ойынның аты тілші деп аталады. Ойынның шарты балалар, ортамыздан бір баланы тілші етіп сайлаймыз. Ал қалғандарымыз сол тілшінің қойған сұрақтарына толық жауап беруіміз керекпіз, е? Кәнекей, ортаға балалар кімді тілші етіп сайлаймыз, балалар? Айымды, е? Айым келе ғой. Айымның, яғни балалар тілшіге не керек? Микрофон. Дұрыс айтасыңдар. Тілшіге нақты, жақсы, толық жауап беруіміз керек, е, балалар? Кәнекей, Айым. Мұстапа, оттың қандай пайдасы бар? От бізге жылы береді, от бізге жарық береді. Отқа тамақ пісіріп береміз. Орманда адамда адас қалса, таяқтар жинап, от жағып отырады. Яғни От жоқ болса, адамдар жылынамай қалады. Рахмет. Рахмет, Мұстапа. Камила, өрттің шығуына себептер, заттарды білесің бе? Сіріңке, балауса, жаңа жағармай, жалғыз заттар, сысы сандары, қалаусыз қалған электр құралдары, үтек, шайнек, шаш кептіргіш, газ плитасы жатады. Рахмет, Камила. Мақсат, өрт кезіндегі сақтанудың реттілігін білесің бе? Өрт болған жағдайда ең алдымен 101-ге телефон шалып, өзіміздің аты жөнімізді, мекен жайымызды айтуымыз керек. Өрт болған жағдайда тығылып отыра бермей, мұрынды ылғал шүберекпен басып, тез сыртқа шыққан соң көзбен көмек сұрау керек. Рахмет, Мақсат. Хамза, өрт сөндірушіге қажетті құралдарды білесің бе? Өрт сөндірушінің бас киімі, құм таситын ширек, күрек, балта, саты, газ қысымы толтырылған өрт сөндіруші құрал. Рахмет, Хамза. Рахмет, Айым. Балалар, сендер бүгін ойынды өте жақсы ойнадыңдар. Барлық бүгінгі тақырыпқа сендер жақсы түсінген екенсіңдер. Кәнекей, бәріміз орнымызға отыра қояйық ендеше. Балалар, бізге бүгін оқу қызметімізге қонаққа келген от не дейді екен? Тыңдап көрейікші. Балалар, сендер бүгін оқу қызметінде тапсырмаларды керемет орындадыңдар. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде от сендердің жауаптарыңа, жасаған тапсырмаларыңа риза болып, тәттілер беріп кетті. Сендер осы тәттілерге өте лайықсыңдар деді балалар. Енді осы тәттілерді мен сендерге таратайын.
балалар, сендер бүгін оқу қызметінде өте жақсы жауап бердіңдер. Тапсырмалардың барлығын жақсы орындадыңдар. Осымен біздің бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды.